Саламатсыздар ма? Сіздермен бүгін мен арнайы пәндер оқытушысы Төлеген Маржандар Нұртаза қызы. Бүгін сіздермен біз гипермәтіндік тіл HTML тілін өтетін боламыз бүгінгі тақырыпта. Яғни бұл тілді жазу үшін бізге қажетті құралдар. Олар бізде браузер және мәтіндік редактор. Мәтіндік редактор деп отырғанымыз мұндағы Notepad++ және Sublime Text. Бұл егер болмаған жағдайда қарапайым блокнотты орнатуға болады. Екінші браузерлар Chrome, Mozilla, Opera және тағы басқалары орнатуға болады. Жалпы даму тарихына келетін болсақ, HTML гипертекстік тілін 1989 жылы World Wide Web гипертекстік жүйесін өңдеу технологиясының компоненттерінің бірі ретінде Тим Бернс-Ли ұсынған болатын. HTML тілінің бастапқы мәтінді белгілейтін командалар тег деп аталады. Барлық тег үлкен символмен басталып, кіші символмен аяқталады. Мысалы, HTML және HTML деген бұл тегтер жұп тегтер деп атайды. Бұл әр тег жазылған кезде біз алдына слэшті қолданамыз. Қарап тұрғандарыңыздай, слэшті қолдануға болады. Келесі. Жаңа айтып өттім, тегтер жұпты және жеке болып бөлінеді. HTML тілінде кез келген құжат элементтер жиынтығы және әр элементтің басы мен соңы арнайы белгілеу арқылы көрсетіледі. Ол мұндағы слэш арқылы, егер бұл парный тег, жұпты тег болса, HTML тегінің алдында біз не істейміз? Слэш символын орнатамыз. Яғни бұл тег дегеніміз, яғни жабылды деген сөз. Ал мұндағы жеке тегтер, мысалы, біз BR тегін алсақ, BR тегін біз жаппай өзін ғана қолдана береміз. HTML тегтің негізгі тегтері атап өтетін болсақ, ол HTML, бұл беттің басы мен соңын білдіретін тег. Head, беттің сипаттамасы. Title, тақырып жолағының атауы. Body, беттің мазмұны. BR, жаңа жолға өту. Big, мәтінді үлкейту деген тегтердің мағыналары. Жалпы HTML құжаттың құрылымы өздеріңіз қарап тұрғандай осылай болып жазылады. HTML аяқталып тұр тегтермен, head тегі де аяқталып тұр, title тегі де өзінің жұпты тегте екені көрсетіліп тұр мұнда. Body HTML тегімен жауап тұрмыз. Body мұндағы веб беттің денесі болып табылады. Жалпы HTML құжаттың құрылымы осылай. Енді оны бұлай экран жүзінде қарайтын болсақ, мысалы, мұнда код жаздығы HTML тегімен ашылып жабылды. HTML тегіншіне бүкіл барлық кодымызды енгіземіз. Ондағы біздің веб бетіміздің парақша атауын және бот деп отырғанымыз сол жалпы текстегі денесіндегі барлық файл осылай түрде көрсетіледі. Например, тайтлдағы my web, body'дің ішіндегі текст негізгі үлгісі. Осылай біздің кодымыз веб бетте бұлай көрініс тауып береді. Сонымен қатар бізде HTML тілінде тақырыптардың 6 деңгейі бар. Олар H1 тегінен басталып, H6 тегімен аяқталады. Әр қайсының үлкен H1 деңгей кішкенірек осылай болып кете береді. Яғни 6 тақырып деңгейін атап өтуге болады. Әдетте тақырып әрдайым беттің сол жағын теңестіріледі. Біз білеміз кітаптардан. Бірақ кей кездерде біз тақырыптарды ортасына, сол жаққа, оң жаққа орналастыруға тура келеді. Сол кезде біз тек атрибуттарын қолданамыз. Онда align атрибуты. Яғни align атрибутына біз береміз right, оң жағымен туралау, center, ортасынан туралау, и left, сол жағымен туралау болып табылады. Сонымен қатар бізде P тегі. P тегі деп отырғанымыз ол қандай тег? P тегін біз әдетте абзац үшін қолданамыз. Мысалы, P тегімен бұл P тегінді жұпты тег деп атап өтуге болады. Себебі бізде P-ның алдында нету слэш тұр, яғни бұл жабылып ашылатын тег, яғни жұпты тег деп атайды. Оның көмегімен тек тақырыпты ғана емес, абзацты да белгілеуге болады. Яғни P тегімен жазылған
П дегенде жазылған біздегі текст ол абзац, жаңа жолдан жазылады. Келесі. Мұнда уже бізде кішкене кодтардың түрі үлкейтілген. Мұнда біз body деп отырғанымыз жаңа айттық, денесі. Денесіне біз H1 тақырыптарын, H2 тектерін қолданып отырмыз. П-ны қолдандық, B-ді қолданып отырмыз. Мұндағы H1 тегіндегі жазылған жазуымыз, текстіміз міне өте үлкен деңгейде көріп тұрғандарыңыздай да. H2 болса, сәл бірден қарағанда кішірек. Бірақ тақырыптар уже бізде айтамыз ғой орыс заголовок деп, сол сияқты сәл кіші, жирный болып бөлініп тұр. Қалған П тегі абзацтан басталып тұр, БР тегі солда екінші жолдан басталып тұр. Келесі, сондай тағы да бірнеше мысалдар қарастырып өтейік. Мысалы, біз мәтінді құжатқа өзгертулер енгізейік. Ондағы body тегінің ішіне біз атрибут, жаңа айтып өттік, align атрибутын жазуымыз керек, яғни P тегінің ішіне align центрлеп жазсақ, біздің P тегінде жазылған текстіміз не дейді, біз дәл ортасына келіп орналасып тұр. Браузерден қараған кезде бізде осылай ортасында көрсетіледі. Келесі body тегі деп жаңа айтып өткен болатынбыз. Body тегі не? Бұл бүкіл браузерде көрсетілген тексттер, мәтін болсын, сөйлем болсын, изображение, сурет болсын, картинка болсын, барлық осы body тегін жазамыз. Яғни body тегінің бірнеше атрибуттары бар. Олар BGK-лар дегеніміз, ол фон артындағы BGK-лар, background артындағы фон өзгертеді. BGK-лар тоже цветін ауыстырамыз. Align, blink, text, top margin, bottom margin, left margin, link. Бұның барлығын келесі сабақта әрқайсысын жеке-жеке тоқталып, мысалы мен көрсетемін. Келесі түсініктеме атауы деп түсініктеме тегі. Мұнда комментарий деп атауы болады. Комментарийді бізде HTML-де леп белгісімен, ал содан кейін тире-тиремен и бұлай осылай жазылған үлгідегідей біз комментарийді, яғни түсініктемені жазамыз. Сілтеме деп отырған ссылка, орысшасы. Ссылканы бізде A деген тегпен жазады. A тегінің атрибуты болады, href деген href и файл немесе HTML құжаттың жолын осы жерге көрсетеміз. Яғни келесі бетке ауысудың жолы сілтеме арқылы. Мәтінді пішіндеу. Қаріп мәнерін өзгертуге келесі тектермен болады дейді. Мұндағы B, I, U, B, I, U, T, T, M и strong. Бұл әрқайсының өз мағынасы бар. Мысалы, B деп отырғанымыз B. Ол қалың, яғни жирный болып тұрады. I бізде курсивный, бір жақ қисайып тұрады. U деп жазсақ, сызылып тұрады біздің текстіміздің. B, I, U десек, ол бізде қалың, қисайған, курсивный, U асылған болып тұрады. T деген ені бірдей болады. Ем деген ерекшелену, сәл жазған текстің кішкене ерекшеленіп тұрады. Strong деген күшейтілген ерекшелену. Мысалы, былай қолданып көрсек. Міне, мұнда біз жаңа align-ды қолдандық, align центрді тек ортаға қойдық. TT, B-ді қолдандық, текстіміз жирный болып тұр. Енім бәрі бірдей болып тұр. I қисайып тұр да, курсив. U сызылып тұр. Барлығының біз тектердің бәрі жабылып тұр. P тегінде отырғанбыз абзацтан, абзац емес, ол align атрибут бергеннен кейін біз не істедік? Ортадан жазылып тұрмыз. Мәтінді пішінде сонымен қатар фонт кешіресіздер. Фонттың face, size, color атрибуттары бар. Мұндағы фонт деп отырғанымыз ағымдағы харіптің өлшемін орнатады. Face харіп гарнитурасын анықтайды. Мысалы, face Arial, Times New Roman деген сияқты. Size ол харіп өлшемін анықтаймыз. Size 4, 10, 12 деп. Color харіп түсін анықтайды. Мысалы, color blue, color white. Сол сияқты. Мысалы, соңында мысалымыз тұр. Font size 4, color green, face Arial болса, біздің харіп мөлшері 4 деген жазуымыз, текстіміз. Оны размері бізде size
қарып өлшемі 4 болады, бұның түсі жасыл болады, және бұның шрифті Arial болады деп айтып тұрмыз. Келесі, міне color атрибутының мәндері, бірнеше мәндері бар. Мысалы white-тікі FFF деген сандар, цифр сан деп кешіресіздер, FFF әріптермен, black-тікі 0-дермен, green-дікі 00830, сол сияқты әрбір түстің өзінің мәндері болады, атрибуттарының. Осының атрибуттарын мәндерін қою үшін алдына не қоямыз? Решеткамен сол мәнді жазамыз, цифрларын. Ал болмаған жағдайда алдындағыдай бұлай green деп жазып кете береміз. Болмаса greenнің орнына бұлай атрибуттар мәнін қоюға да болады. Жалпы осы қазір келесі мысалдармен, тапсырмалармен сабағымызды жалғастырамыз. Жақсы, рахмет.